Қолымнан ұста. Егер осымен бұл дұшпандық тоқтаса, мен мұнда сіздердің қалауларыңызбен өмір сүруге разымын. Енді ешкімде зардап шекпесінші. Жаныңа майдай жақты ма? Ағаң екеуің байғұс Салихты өлтірдіңдер. Енді түк болмағанда періште боп мүләйімсіп қалдың ба? Тоқтат! Біреу сенің пікіріңді сұрады ма? Сенің разылығыңды алуға мұқтаж деп бедің бізді? Мен тек бұдан былай қан төгілмесін деген ниетпен. Аузыңды жап. Бұл үйде, бұл отбасында сенің өзіңнің де, сөзіңнің де еш мәні жоқ. Мұнда не үшін жүргеніңді білсең, онда өз орныңды біл. Бөлмеңе бар. Бөлмеңе бар дедім. Бұдан бұлай, бәрі салт бойынша болады. Егер оның бұл жерде тұруына қарсы болсаңыздар, онда төгілетін қан өтеуін өтеуге де әзір болыңыздар. Бұл менің соңғы сөзім. Ол осында қалады. Менің шешімімді сыйламаған біреу болса, тоқтатпайым. Енді бара беріңіздер. Жағдайға қалай жеттік? Неге, Құдайым? Бәрі жақсы басталмап бет. Анамның ертегісіндей керемет еді ғой. Ол ертегім қалай қорқынышты түске айналды. Әр қараған сайын өзегімді өртейді. Әр сөзі жүрегімді жаралайды. Өмірімде алғаш рет махаббатты көрген сол көздер енді өшпенділікке толы. Мен бұған қалай шыдаймын? Әттең бұның бірі де болмаса ғой. Әттең. Шынымен кофе ішкілерің келмей ме? Ала ғой. Рахмет. Аз болсын. Жақсы. Біз сені келеді деп күтпеп едік. Рахмет. Құдай ақы. Әкем естіген бойда мені осында жіберді. Ләйла сенің жақының, туысың. Мұндай жағдайда жанында болуың керек. Барда жиеніме қолдау көрсетеді. Негізі Мұстафа нағашымның ұлы. Иә, бір-бірімізге жақынбыз. Балалық шағымыз бірге өткен. Құдай ақы. Осындай қиналған сәтте қасыңда мен болмағанда кім болады? Бұдан бұлай мүлдем уайымдамаңдар. Мен осында болам. Бәрі бір жақты болғанша жандарыңда қылам. Көп рахмет, Мұстафа. Бірақ несіне әуре болдың? Иә, рас, Ләйла дұрыс айтады. Біз үшін сонша әуре болудың қажеті жоқ. Оның несі әурешілік, жаным? Ертерек білмегеніміз өкінішті. Бәрін басқалардан естідік. Қатты қиналған екенсіңдер. Бар жамандық артта қалсын. Әпке жақсы. Жарайды, олай болса, біз барып нетіп келейік, жарай ма?
Әпке, ұят емес пе? Қандай болса да туысымыз ғой. Болған жайтты естіп, уайымдапты. Сол үшін келген ғой. Сол үшін келді деймісің? Ләйлә сол үшін адам шабаданмен келмейді. Ту, неткен аңқау едім. Оның ниеті белгілі. Не үшін келгенін айтайын ба? Ол алтынның иісін сезген. Алма пәс аузыма түстеп келген ғой. Әпке жамансың. Шынымен ойың неткен жаман. Ал сен нағыз аңқаусың. Аңқау. Өтінем, маған көмектесіп жіберші. Жоқ, көмектесе алмаймын. Білмеймін, мұндайға араласқым келмейді. Тырнағымды бүлдірем. Әкең қыздарды үйіне шақырса болады ғой. Ақыры олардың жалғыз қалғанын қаламайды екен. Иә, қыздарды орталарынан алып кеткілері келмеді. Соған бұл әкетпеді. Не болды? Ферит бауырым. Тағы бірден айтқың келді ме? Жоға, нені айтуым керек? Мұстафа бауырым, бәрі жақсы. Бері қара. Мен жоқта қыздарға қамқор болыпсың. Рахмет. Енді мен келдім. Сенің көмегің қажет емес. Қаласаң, кете беруіңе болады. Солай ма? Солай, арыстаным. Бұлар таза. Ауыстырғысы келер деп алып келдім. Рахмет саған. Тамақ дайын болсын. Оны да алып келем. Күні бойы ештеңе жемедің. Қатты әлсіреп қаласың. Рахмет. Мен сендердің сөздеріңді естідім, Жайлан әпке. Жұмыс бөлмесіндегі әңгімені. Сен бәріне келістің ғой. Енді Құдірет ханым тезірек бала болғанын қалайды. Мен енді ештеңе білмеймін, Айша. Бұдан бұлай не болады? Қалай болады? Мені Салих аған өлтірді дейді. Кінәсіз екенімді дәлелдей алмаймын. Не айтсам да, не істесем де көрмейді, естімейді. Ол мені жек көреді. Арамыздағы кек қабырғасын бұза алмаймын. Күн сайын өлгенімді қалайды. Күн сайын көз алдында тірі өлікке айналсын деп, мені осы бөлмеге қамап қойды. Шарасыз қалдым. Бұның бәріне қалай шыдайым? Білмеймін, Айша, қалай шыдайым? Тек бір ғана білерім. Ана байғұс қыз. Ол да мына үйдегі мен сияқты қанаты сынған жаралы құс. Анасыз, әкесіз қалған бейкүнә бала. Мен өзім үшін ештеңе істей алмаймын. Бірақ оның жарасын емдеу үшін қолымнан не келсе бәрін істеймін. Өйткені ол да мен сияқты жазықсыз жазаланып жатыр. Сен өте жақсы адамсың. Бірдеңе қажет болса, маған хабарлас, жарай ма? Ферит қайда? Ферит пе? Үйіне кетті. Қалай? Бізге ештеңе айтпады ғой. Қашан шығып кетті? Онсыз да көп отырып қалды. Ой, тоба. Оның үстіне танымайтын еркек адам бұл үйде не істеп жүр? Араларында бірдеңе болған ба? Не болу керек? Маған анау-мынау адамның тісі бата қоймас, Гонжа ханым. Уайымдама. Мұстафа, Жайлан неге келмеді? Онда алып келуің керек еді. Жайлан тұрмысқа шығып кеткен. Тұрмысқа шықты? Иә. Қалай тұрмысқа шықты? Ондай жағдай болса, маған хабар беретін еді. Оған бірнеше рет хабарластым ғой, жауап бермеді. Кейін хабарласпады да. Ешқандай той болмады.
Бәрі апыр-топыр болды. Асығыс үйленді. Аяқ астынан ғашық боп қалды. Оның үстіне телефоны бұзылып қалған. Ыңғайы келгенде саған өз хабарласар. Сол кезде бәрін айтып береді. Бұл көршілерің. Ферит Педі қалай еді? Бұрыннан танисыңдар ма? жоқ, жақында көшіп келді. Оны неге сұрадың? Жай сұрағаным ғой. Әпке, мазаң болмай тұр ма? Су әкеп берейін бе? Қазір әкелем. Салихтан құтылдым ау. Бірақ мына мыстаннан құтылмайтын болдым. Кір. Тағы да жылағансың ба? Қалай жыламайын, апа. Салихым есіме түсті. Ол тірі кезде, тым болмаса, бұл үйде сөзім өтетін еді. Өз орным болатын. Бұл не дегенің? Кел, көз жасыңды сүртейін. Бұл үйде біреу жылауы керек болса, ол сен емессің. Мен сенің өзіңді де, орныңды да қорғайым. Мұнда көзінен қанды жас аққанша еңірейтін біреу болса, ол әлгі мыстан. Сіз солай дейсіз ау, апа. Сонда да Каран оны қорғаудың амалын тауып алады. Сен алаң болма, қызым. Каранның оны қорғайтын ойы жоқ. Не істесе де жазасын беру үшін істеп жүр. Ол міндетін орындаған күні бәрі бітеді. Алған жан үшін бір жан береді. Сол күні табанын жалтыратады. Мен де сіз сияқты сенімді болсам ғой, апа. Қарасаңызшы, Каран маған үйленсе де, әлі неке жүзігін тақпайды да. Ол салт талабын орындады. Бірақ мені мойындамады. Сөзімді құлағына дәлмейді. Намысымды таптап жүр, апа. Мені мүлдем елемейді. Басым қатып кетті. Мен енді шыдай алмайым. Жақсы, қызым. Сен біраз демал. Бүгін ана қызға қалай қарағанын көрдің ғой. Сабыр, қызым, біраз сабыр ет. Сабыр дейді. Сәлем. Сәлем. Аяқ киімімді жинай сал. Осы еуропалықтардың аяқ киіммен үйге кіретінін қайтерсің? Жоқ, ештеңе емес. Жоқ, үйге кір. Не ғой, дүкенге кіріп анау-мынау сатып алдым. Дұрыс істепсің. Рахмет. Көзім көк қой. Сондықтан еуропалықтарға ұқсатқан ғой. Жақсы, жақсы. Бәрі ойдағыдай жүріп жатыр. Соңғы тиынымызды жараттық. Қалай болғанда да, алтын табылмайынша қыздар менің бұл күйімді білмеулері керек. Бір амалын жасайым. Жетпей тұрған Мұстафа еді. Міне келді. Жақсы болды. Ол да алтынымызды бөліскісі келеді. Мен оның ниетін өте жақсы білем. Ол алтын үшін келді. Әпке, білем, оның келгенін жақтырмадың. Бірақ ол менің туысым ғой. Мұстафа жақсы жігіт. Оның ешкімге зиян тимес. Енді үйге келген қонақты қуып жіберейін бе? Қуып жібер. Меніңше бұның табылған ақыл. Бос сөзді қойшы. Мұстафа, саған жеміс әкелдім. Теледидар жұмыс істемей ме? Айлық төлемін төлемегендіктен кесіп тастаған.
жарайды, бұл мәселені шешеміз. Ферит, саған көп рахмет. Мені жалғыз қалдырмадың. Сол үшін ризамын. Бұл не дегенің? Әрі көршілік, әрі достық парызым ғой. Иә, дұрыс. Көршіміз. Мүмкін мен дұрыс түсінбеген шығармын. Ләйла, мен қайда жатам? Мына диван ыңғайсыз екен. Бұлай істейік. Мен Гонжаның бөлмесіне өзіме төсек салып алам, ал сен менің төсегіме жат. Бола ма? Жақсы, жарайды, неге болмасын? Әпке, жүр, төсек салайық. Сәл күлімдеңізші. Көке, суреттің бірі Жейлан әпкемде, бірі сізде болады. Жақсы, жарайды. Мен сіздерді жақсы көрем. Тағы да қан төгілмесін. Мен әйелің болуға разымын. Мынау не сұмдық? Адам деген осынша қорылдай ма? Еркек деген құлақ, мұрын, тамақтың дұшпаны. Сен алар емеспін. Ұйықтамасам көзімнің асты ісіп кетеді. Саған да берейін бе? Айша, ана тәрелкені алып таста. Бұл дастарханға 4 адам отырады. Кешіріңіз, ханымым. Ұлым, кел саған өз қолыммен шай құйып берейін. Жоқ апа, кетуім керек. Жиналсын бар. Астарыңыз дәмді болсын. Ұлым, сені мен сөйлесейін деп едім. Тыңдап тұрмын. Ұлым, сен қатты мұңайып жүр. Иә, білем, салттан аттамай үйлендіңдер. Бірақ қалай болғанда да ол енді әйелің, әрі ағаңның аманаты. Ең болмағанда оны бақытты етуің керек. Кейін сөйлесейікші апа. Жарай ма? Мен шынымен асығыспын. Ұлым, онда маған рұқсат етсең, мен оған бір сыйлық жасайын. Жақсы, сіз нені қажет санасаңыз соны істей беріңіз. Жарайды. Айтпақшы, Әлияның қасында барынша абайлап сөйлеңіздер. Ол Симамен үйленгенімді естіп түсінбей қалмасын. Қазір сәт емес. Жарай ма? Жарайды, ұлым, жарайды. Сен бұны Семаға түсіндіріп көр. Мен келдім, Жейлан әпке. Қош келдің, менің тәтті мақтам. Мына тәтті бетіңнен сүйіп алайын. Мен сені таңғы асқа шақыруға келдім. Мен бүгін ерте ояндым, Әлия. Таңғы асымды ішіп алдым. Сен бар ғой, жақсылап тамақтанып ал, жарай ма? Жақсы. Кейін кездесеміз.
Мына бөректерді жаңа ғана пісірдім. Жейсіз бе? Сізге салайын ба? Жемеймін. Онсыз да дастарханды нан бөрекке толтырыпсыз. Мен алам, Надире. Жақсы ханымым. Рахмет. Ас болсын. Рахмет. Қайда жүрсің жаным, келе ғой. Қане, қош келдің балапаным. Қарның ашты ма? Кел қызым, келе ғой. Отыра ғой. Кел әжеңнің жанына отыр. Қане мынаны тағып қойайық. Жарайма қошақаным. Қане қиярдан алайық. Міне, жарайсың қызым. Надире ірімшіктен бер, жарайсың. Бәрінен салып бер, Надире. Қане ірімшікті кесіп алайық. Міне, аузыңа сала ғой. Жарайсың жаным. Нафия тәте, су ішсем бола ма? Әрине болады жаным, бірақ менің атым Нафия емес, Надире. Жарайды, Нафия тәте. Нафия емес жаным, Надире. Қане айтшы. Надире. Міне болды. Тыңда, мен осы үйдің бас қызметшісімін. Не керек болса маған айтуыңа болады, жарай ма? Ал ол Айша әпкең, оны бұрыннан танисың. Ал сен кімсің? Мен кіммін? Мен сені бұрын біздің үйден көргем. Сенің екінші отбасың, балаң бар екен. Жаным, бұл мүмкін емес. Сен қателесіп отырсың. Мейлі, олай болса, сен кімсің? Мен Каран көкеңнің... Біздің туысымыз болады, қызым. Оны Сема әпке деп атайсың. Келістік пе? Астарыңыз дәмді болсын. Ханымам, оған таңға сапару керек пе? Жоқ. Мені мұқият тыңда. Жоқ, әке, жоқ. Қыздарда ештеңе жоқ. Қастарында Ферит деген біреу бар. Айналшықтап жандарынан шықпайды. Соған біраз уақытым кетті. Ол жігітте сол алтынның соңынан жүр, әке. Мен дер кезінде келіппін. Ол түбінде алтынға апарары сөзсіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Дайын болсаң шығамыз ба? Мен сөмкемді алып келейін. Тыныштық па, таң атпай? Саған да қайырлы болсын. Ләйлә екеуміздің жұмысымыз бар еді. Мен оны бір сұхбаттасуға апарам. Керек емес. Енді мен келдім. Өзім апарам. Ал, сау бол. Не болды? Ферит қайда? Қуып жібердім. Мен қазір осындамын. Қайда бару керек болса да бірге барамыз. Бірақ біздің жоспарымыз бар еді. Жігіттен ұят болды ғой. Әй, менің аңқау жиенім ай. Несі ұят? Ол жақсы адам емес, маған ұнамайды. Не болғанын естіп келген ғой. Сөйтіп көрші бола қалды. Бірақ мені мүлде алдай алмайды. Сондықтан оны қуып жібердім. Түсіндің бе? Бір пайдалы істедің ау әйтеуір. Күн сайын оңаша қалуға сылтау іздеп тұрады. Сен қалай үнемі алдымнан шыға келесің, Ферит? Айттым ғой, досымның халін білуге келдім. Бұл жай кездейсоқтық дейсің ғой. Гонжа айтпақшы жағымды кездейсоқтық, солай ма? Дәл солай.
Ферит, мен бүгін Мұстафамен бірге барам. Кешірім өтінем. Жақсы. Жарайсың, жиенім. Сен ең дұрысын істедің. Түсіндің бе? Мен дайындалып шығайын. Жоқ, бұл жігіттің келгені дұрыс болмады. Бірдеңе істеуім керек. Мен үшін басыңды қатерге тігіп жүрсің. Өтінем бұлай істемеш. Нәр татпай жүресің бе? Мен ойлама. Бір амалын табармын. Бұл не? Көрсет. Менің бұйрығымды бұзуға қалай дәтің барады? Оған тамақ бермейсіңдер демеп пе едім. Шық сыртқа, шық! Сен әлі өзіңді не күтіп тұрғанын білмейсің. Бұл үйді саған тозаққа айналдырам. Сен кім екеніңді білесің бе? Намыссыз, арсыз біреусің. Менен тартып алған жан үшін жан беретін күңсің, бейшарасың. Менің бір ғана келінім бар. Ол Каранның некелі, заңды әйелі, Сема қызым. Міндетіңді атқарған соң бұл үйден көзіңді құртасың. Сенің атың да қалмайды. Ешкім сені есіне де алмайды. Өмірде болмағандай ұмытыласың. Мен тек қан төгілмегенін қалайын. Аузыңды жап. Сенің шын ниетіңді білмейді дейінсің. Енді мені мұқият тыңда. Бұдан былай ұлымнан ғана емес, немеремнен де аулақ жүр. Сен Әлияның жанынан көрмейтін болайын. Мен Әлияны қатты жақсы көрем. Оған жаным ашиды. Мен тек оған көмектессем деймін. Сен бұл отбасына тек бір жағдайда көмектесе аласың. Бір жолы қараңды батыруың керек. Үнің шықпайтын болсын. Ендігәрі бетіме келуші болма. Түсіндің бе? А? Мыстан. Менің немереме көмектескің келді ме? Егер тағы да сол баламен сөйлескеніңді көрсем, ұлы тіліңді өңешіңмен қоса жұлып алам. Кел. Аға, сіңоң болсын. Мен сенің соңғы тапсырмаңмен жүредім. Бірақ аздап қиындықтар бар. Оларды ретке келтіру біраз қиындау екен. Олай болса, сенің де ісің оңынан болсын. Негізі, егер менің де бір өкілеттілігім болса, әлде қайда оңай болар еді. Еш қызметсіз аздап қиындау екен, аға. Тағы біраз күте тұру керек. Мұндайда асықпау керек. Дұрыс айтасың. Маған хатшыны жібер. Байқайым, менің көргенімді қаламайтын бір іспен айналысып жатқан сияқтысың. Уақыт келгенде көре жатарсың. Жарайды, Басеке, сен не айтсаң сол болады. Мен ештеңе айтпаймын. Жақсы. Қазір менің бейнеконференциям бар. Не істейміз? Кейін сөйлессек бола ма? Онда мен шығайын. Ісің сәтті болсын.
Тыңдап тұрмын, Әмір. Ана күйеуіңмен тезірек сөйлес. Менің шыдамым таусыла бастады, Сема. Не болды, Әмір? Бұл не ашу? Ол мені көзіне делмейді. Үлкен холдингте жай тағылымгер құсап жүрмін, Сема. Ол тағы бірдеңе ойластырып жүр. Не екенін біле алмадым. Сен Каранды білмеуші ме едің? Ол әрбір қадамын есептеп басады. Уайымдама. Бәрі біткен соң, саған өзі-ақ айтады. Сонда оның бетіне қарап отырамыз ба, Сема? Тыңда, Сема. Тез арада бір амалын тап. Енді сен мен алысуым керек пе, ақымақ? Кір. Бұл не? Кім жіберді? Каран мырза жіберіпті. Бұның не керегі бар еді? Ана жерге қой. Тағы өтінішіңіз бар ма? Жоқ, Надире, бара бер. Хаты да бар екен. Бұл гүл әлбетте бір күні солар. Бірақ некеміз мәңгілікке жалғасады. Каран. Жақсы, егер сіз қажетті зерттеулер жүргізсеңіз, кейін менің де ұсыныстарым болады. Қолы бос емес шығар. Мейлі, хабарлама жазып жіберейін. Гүліңді алдым. Көп рахмет. Гүл ме? Түсінікті. Құдірет ханым дегенін істепті. Оқасы жоқ. Ай, Құдай-ай. Қап. Ай, гүлге су құяйын деп едім. Қолымнан түсіп кетті. Саған бір өтініш айтсам, менің бөлмеме су әкеліп бересің бе? Бөлмедегі гүлдерге су құяйын деп ем. Абайла, әуре болма, бұл жерді Айшаға айтып тазалатам. Жақсы. Жарайды, жаным, мұңайма. Олар сізге хабарласамыз деді ғой. Тыңда, егер солай десе, демек хабарласады. Уайымдама. Егер өзіміз хабарласамыз десе, демек ештеңе шықпайды. Босқа үміттенбей ақ қой. Бірақ мұңаймады. Бір жағынан жақсы болды. Байқамадың ба? Өзінше бастық сымақ. Айтпақшы, жиен, сен кіре бер, мен базарға барып келем. Жақсы. Кіре бер. Ауруханадан ағашымның жан дедім, Гүлшен. Айбетте жауап бере алмадым. Жоқ, жаңа ғана келдім. Халил аға қалай екен? Жақсы, алаңдама. Бүгін ауруханадан шығаратын шығар. Көреміз. Гүлшен, саған кейін өзім хабарласам. Жарай ма? Біреу есік қағып тұр. Жақсы. Таныштық па? Таныштық. Тыңда, жігітім. Ендігәрі сені есігіміздің алдынан көрмейтін болай. Ренжісіп қалмайық. Түсінікті ме? Сенің үйің бе еді?
Иә, біздің үй. Не болды? А? Егер барсам, не болады? Онда кей дене мүшеңді ауыстыруға тура келеді. Мәселен, аузың мен мұрныңды. Жарайды, ақыры есігіме дейін келіпсің. Оның үстіне күтесің. Қане, қазір бітір, аяғыңа жығылайын ба? Өзің тілеп алдың. Жарайды. Болды, берілем. Жарайсың. Міне осылай келсу керек. Бізде қара жаяу емеспіз. Мен әлі базарға баруым керек. Табалдырықта неге тұрсың? Кірсеңші. Өте әдемі екен. Иә, әдемі. Каран өте ұқыпты. Құйсаңшы, құй енді. Бұл гүл әлбетте бір күні солады. Ал біздің некеміз мәңгілік болады. Каран. Тезірек құйсаңшы. Не болды? Аяқ қолың қалтырап кетті ме? Сен қалай ойлап едің? Бұл біздің бөлмеміз. Каран менің күйеуім. Солай болып қалады. Бір күні бұл үйден кетем деп жалынатын боласың. Сол күні келгенде сені өзім желкелеп қуып шығам. Енді дереу кет. Жоғал! Жоғал! Есікті жап! Ұста, соз. 1, 2, 3, 4. Жібер. Енді демалу керек. Жаным, алтындарым менің не болып жатыр? Қазір жағдайы қалай екен? Жақын арада қауышамыз. Ай, жаным, алтын гүлдерім, мені күтіңдер. Қатты сағынып кеттім. Мені күтіңдер. Жағдайы қалай екен? Әпке, мені естімедің бе? Не болды? Қанша рет шақырдым. Естімедің бе? Естімедім. Айтпақшы, сұхбаттасуың қалай өтті? Қалай болушы еді? Әдеттегідей. Біз сізге өзіміз хабарласамыз. Мейлі, уайымдама. Бүгін не үйренгенімді білесің бе? Не үйрендің? Бет йогасын керемет болады. Мына жерді ұстайсың. Ұста. Енді созып 4 секунд күтеміз. 1, 2, 3. Әпке, босандырақты қойшы. Ұстасаңшы. Жоқ, әпке. Жасыңнан ерте қартаясың, Ләйлеш. Өзің біл, маған бәрібір. Мұны өзім ақ жасайым, маған бәрібір. Қазір қане?
Мен тез қартаям ба? Жоға? Бос сөз. Қап, Фериттен де ұят болды. Телефон соғып, кешірім сұрайын. Алло, Лейла. Ферит, қалайсың? Бірдеңе болды ма? Ештеңе болмайды. Уайымдама, өзім реттеймін. Жоқ, даусың біртүрлі болып тұр. Қазір саған барам. Дәл қазір. Ферит, саған не болды? Мынау не? Бұны кім істеді? Үйге кір, айтып берем. Бірақ Жаңа нағашаған келіп кетті. Біраз нұсқаулар берді. Сосын көріп тұрсың. Мұстафа ма? Бұлай істеуге қалай дәті барды? Түк түсінсем бермасын. Жарайды, ашуыңды бас. Жүр, айтып берейін. Мұстафаның бұл ісі дұрыс болмапты. Жарайды. Мен оны түсінем. Ол сендерді қорғамақ болып жүр. Қанша көршілерің болсам да, бөтен адаммын ғой. Өтінен бұлай демеш. Сен осылай деген сайын ыңғайсызданып кетем. Бізге талай рет көмектестің. Әлі де көмектесіп жүрсің. Саған рахмет айтудың орнына істегенін қарашы. Бұлай болмайды ғой. Бұлай болмас. Отыр, тым болмаса тазалайын. Бұл не сұмдық? Дұрыс болмапты. Осылай болған үшін кешірім сұрайым. Мұстафаның атынан да кешірім сұрайым. Ашыды ма? Аздап. Қазір сәл шыдай тұр. Кешір. Ауырып қалды ма? Қалайсың? Жақсымын, жақсы. Мінеки, екеуміз бірдей болдық. Жақсы, келістік. Онда сіздерден хабар күтем. Жақсы, сау болыңыздар. Алло? Қалайсың, ұлым? Қалай болуым керек, апа? Сіз айтқаныңызды орындапсыз. Сонда маған айтқаныңыз сол ма еді? Соншалықты не істеппін, ұлым? Енді ол қыздың көңілін аулауым керек болды. Бәрі үсті-үстіне болып кетті. Жарайды, бірақ гүл піл дегеніңіз тым артық емес пе? Қалай ойлайсыз? Неге артық? Өзің емес пе? Оны ағамның аманаты деген. Адам тек киім мен тамақпен бақытты Болмайды, ұлым. Әйел дегенің тым сезімтал, намысшыл болып келеді. жанын жараламау керек. Бұның бәрін Сенімін жаулау үшін істеп жатыр деп түсінеді. артық ештеңе ойламайды. Жарайды онда. Кархан, ұлым, саған бір өтінішім бар. Оны кешкі асқа шақырсаң қайтеді. Біраз сөйлесіңдер. Ішіндегісін айтып шерін тарқатсын. Апа, Жақсы. Жарайды, онда үйде тамақ істетіп қоям. Сені үнемі жалғыз Тамақтанасың. Ол күні бойы менің жанымда. Мен оның құрдасым едім. Ол да біреумен сөйлескісі келеді. Сенімен әңгімелессін, жан сырын ақтарсын. Қайғысын ұмытсын, онсыз да анағыз Келгелі бері қайғырып жүр. Күні бойы күйеуімді өлтірген адамды әкелді деп. жылаумен болады. Әлі де бұл үйде орны бар екенін сенен естігісі келеді. жақсы, жақсы апа, дегеніңіз болсын. Ол қалай? Тамақ ішіп жүр ме? Бөлмесінен шықпайтын шығар. Жоқ, Ол жақсы. Айшаны алда барбап, бөлмесіне қалағанын алдыртып алады. біздің берген тамағымыз ұнамайтын сияқты. Жарайды. Оны қайтесің. Одан да менің айтқанымды ойла. Семаға өзің айт. Кешкі асты менің ұйымдастырғанымды білмейсің. Босқа ренжіп қалмасын, жақсы ма? Жарайды. Жарайды апа, келістік.
Сонда не деп жазуым керек? Кешке бірге тамақтанайық. Айша, келе жатырмын, Сема ханым. Не жауап жазсам екен? Сонша күтіп отырғандай көрінбейін. Негізі аздап мазам жоқ, білесің. Бірақ саған серік болам. Тыңдап тұрмын, Сема ханым. Кешке жақсылап дастархан жайыңдар. Надиреге айт, Каранның жақсы көретін тамақтарын әзірлесін. Ештеңені ұмытып кетпесін. Түсіндің бе? Жақсы, Сема ханым. Кешке Каранмен бірге отырып тамақтанамыз. Тездет, Айша, бар енді. Мақұл, не күтіп тұрсың? Бетіме қарап тұрғаны нес? Ақымақ. Біреуге сүт пен балға толы дастархан. Ал біреуге тек нан мен су. Қызға оны да жегізбеді. Түсіне алар емеспін. Оның аштан өлгенін қалай ма, тәте? Обал емес пе? Осы жерден азырақ салып апарсам, не болар екен? Құдірет ханым келгенше сол нанын да жесе ғой. Иә. Кешке Құдірет ханым келмей ме? 2 адамға жасаңдар дедім. Иә, солай деді. Өзіміз ғана боламыз. Шырақ жағыңдар. Каран мырзамен оңашада кешкі ас ішеміз. Әй қыз, қой ондайды. Bir күн ұсталып қалсаң басымызға бәле болады. Құдая тоба, болды. Дастарханы жайдық. Жұмысымыз бітті, жүр кеттік. Құдая тоба. Мен келдім, Жейлан әпке. Әжең мұнда келгеніңді көрді ме? Жоқ, неге сұрадың? Жай. Ауырып қалдың ба? Жоқ, жаным, бәрі жақсы. Уайымдама, мен біраз демалайын, басылады. Сен тамақ жемейсің ғой, иә? Жемейсің. Жейлан әпке, бүгін бірге тамақ ішейікші. Көкем мен Сема әпке бірге тамақтанады екен. Ал мен сенмен бірге. Басқа бір күні тамақтанармыз. Бүгін мен аздап ауырып тұрмын. Біраз демалайын. Сен де бұл жерге келме, ауырып қаласың. Жарай ма? Жарайды. Бірақ тез сауығып кетші. Екеуміз бірге ойнаймыз. Жарайсың, қызым. Әдем болдың. Біраз есіңді жи. Жай беріле салу бізге жараспайды. Сен Челик хансың. Ол бұны сені ренжіту үшін істеп жүрген жоқ. Шарасыздықтан істеді. Сен оны түсінуің керек. Маған қаншалықты ауыр тиетінін білмейсіз ғой, апа. Тек отбасым үшін ғана шыдап жүрмін. Әрі Салихым да осыны қалар еді.
Апа, Каран аяқ астынан өзгеретіндей не болды екен? Ол маған мүлдем жақындамаушы еді ғой. Қызым, сен мұнда уақытша жүрген адам емессің. Өмір бойы оның әйелі боласың. Ол да қиналып жүр. Демек, енді түсіне бастаған. Саған үнемі айтамын ғой, бәрі жақсы болады. Сен еш уайымдама. Каран келді, бара қой. Қане, астарың дәмді болсын. Рахмет, апа. Не болып жатыр, Каран? Симаның айтқаны рас па? Көзіңе қарағым келеді. Көзіңдегі шындықты көргім келеді. Көзіңде өшпенділіктен басқа ештеңе қалмады. Күнің қалай өтті? Не? Күнің дейім. Қалай өтті? Әбден шаршаған шығарсың. Жиналыс дегеннен. Сен қайдан білесің? Білмеймін, шамалап айтқаным ғой. Телефон соғып ем, жауап бере алмадың. Тоқтай тұр, рұқсат ет. Рахмет. Оқасы жоқ. Соңғы күндер болған жайттар саған ауыр тигенін білем. Ағамның қазасы. Содан кейін әлгі қыздың осында келуі. Я, сен де мен сияқты оған өкпелісің, түсінем. Дегенмен бұның бәрін еңсеріп, біздің жанымызда қалғаның үшін рахмет айтам. Қазір мен үшін өте қиын, Каран. Білем көріп жүрмін. Бәрін білем. Оның бәрін қайта қозғап, жараңның аузын ашқым келмейді. Тек рахмет айтқым келді. Негізі мен саған рахмет айтам. Қанша намысыма тисе де, әйтеуір менің еңбегімді елегенің үшін. Әлия жаным, мен сауығып кеткенше келме деп едім ғой. Зерігіп кеттім, Жейлан әпке. Ұйқымда келмейді. Әкем мен көкемнің қазынасы бар еді ғой. Соны бірге көрейікші, өтінем. Бірақ Әлия, көкең жоқта оның бөлмесіне кіргеніміз дұрыс болмайды ғой. Көкем маған ашуланбайды. Өтінем, барайықшы. Жарайды. Жейлан әпке, сен көкемнің бөлмесіне барып, мені күт. Мен бірдеңе алып келем. Әлия, мені күт. Әлия, қайда бара жатырсың? Не алмақшысың? Каран, мен кез келген жағдайды қабылдаймын.
тіпті әлгі қанішерді осында әкелгеніңді де. Бірақ менің де намысым бар. Егер маған бұл үйдегі орнымды бергің келсе, ағаңның аманатына қиянат жасағың келмесе, соған сай әрекет ет. Сенің заңды некелі жарың менмін. Иә. Бұны бәрі түсіну үшін Не? сен де менің ар намысымды қорғау үшін бұл жүзікті тағуың керек, Гран. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы. 2025 жыл.